үйде осындай тастауға қимайтын, алайда ескіріп кеткен төсегіміз бар еді, соны жаңартамыз деп шештік. Мата базарына келіп, қажетті матамызды алдық. Одан кейін барып поролонды алдық. Барлығы 6000 теңгедей ақша болды. Үйге келіп бірден кірістік. Жолдас мына жерде шешіп жатыр. Мен оған поддержка беріп тұрмын, якобы в кавычках. Сонымен барлығын шештік детальдардың. Осындай степлер алдық мебельный. Сонымен мен мягкий изголовье болатын корпусты сүртіп, жолдасым оны санап, есептеп, сантиметрмен сонымен кірістік. Поролонды бірінші 40-40-тан бөліп алып, бізде 4-еу шықты, өйткені 160 сантиметр болды. 4-тен бөліп жасаймыз деп едік, оған дұрыс болмайтын түсіндік. Сонымен осылай целиком қоямыз деп шештік. Сонымен осылай кесіп алдық та, мен ыстық кілеге отырғызам деп ойлағам, бірақ та ыстық кілемен жабыспайтынын түсіндім. Сонымен степлерге отырғызам деп шештім. Сөйтіп 40-40-тан бөлдік, тағыны степлермен бастым. Бірінші екі жағынан басып алған дұрыс деп шештім. Сонымен екі жағынан басып алдым. Осылай басып алғаннан кейін барып, залға дейін шығып кеттік. Себебі мата симай қалды. Матаны осылайынан кесеміз деп залда шығып кесіп алдық. Сөйтсек дұрыс болмады. Қате жасап қойыппыз. Мына жерде барлығын қайттан степлерді, скобаларды шешіп, матамен бірге отырғызғанымыз әдемі көрінетін түсіндік. Сонымен осылай 4-ке бөліп, мен тартып тұрдым матаны, жолдасым отырғызды, осылайынан шығып жатты. Сөйтіп уже артына келдік. Мына жерде осылайынан отырғызып степлерге бәрін, артық матаны кесіп, соңында осындай бізде әдемі изголовье шықты. Шығын бізде 6000 теңгедей болды және 2 сағаттай уақыт кетті. Міне осындай результат болды. Сіздерге